Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын балықтан жасалған ірімшікті сорпа дайындаймыз. Ол үшін қызып тұрған майға пиязымызды салып қуырамыз. Пиязымыз сәл қуырылғаннан кейін үстіне үккіштен өткізілген сәбізімізді салып, оны да жақсылап қуырамыз. Енді чесногымызды саламыз. Кептірілген чеснок салса да болады. Одан кейін өзіміздің дәмдеуіштерімізді саламыз. Менде бұрыштардың жиынтығы, смесь перцев деп аталады. Сондай дәмдеуіш қосып жатырмын. Осылардың барлығын жақсылап қуырып болғаннан кейін суымызды құямыз. Осының үстіне енді картобымызды салып, 10 минуттай қайнатамыз. Балық ретінде мен судактың тазартылған етін пайдаландым. Міне оны мынандай қып турап аламыз. 10 минут өткеннен кейін жаңағы сорпамызға балығымызды салып, тағы да 10 минут қайнатамыз. 10 минут қайнағаннан кейін сорпамызға балқытылған ірімшігімізді салып, жақсылап араластырып, тағы да 5 минут қайнатамыз. Сорпамызға тұз қосып, дайын болған сорпамыздың үстіне петрушкамызды саламыз да отымызды өшіреміз. Мінекей осымен біздің сорпамыз дайын болды. Өте керемет дәмді қою сорпа. Менің видеомды соңына дейін тыңдасаңыздар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.